Сәлем достар, менің есімім Нұр Жамал. Мен 5 жыл ағылшын тілінен сабақ берген мұғаліммін. Және бұл каналда сіз ағылшын тілін нөлден бастап түсінікті түрде үйренесіз. Егер сіз ағылшынша сөйлеуді, грамматиканы оңай түсінуді, шетелдіктермен сөйлесуді үйренгіңіз келсе, онда каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ал енді бүгінгі тақырыпқа көшейік. Бүгінгі видеода сіз present continuous шағын толық түсінесіз. Бұл шақты қалай құру керек, қашан қолдану керек және ең жиі кездесетін қателерді үйренеміз. Сабақ соңында сіз ағылшынша еркін айтып үйренесіз. Present continuous қашан қолданамыз және формуласы қандай? Present continuous'ты қазір болып жатқан әрекеттерді айтқанда қолданамыз. Формуласы subject, одан кейін to be, одан кейін етістік он ing жалғаймыз. Subject ол I, you, he, she, it, мен, сен, ол деген сөз. To be ол am, is, are. To be етістіктері. Келесі етістікке ing жалғаймыз, яғни sing, оған ing жалғап singing деп айтамыз. Формуласы осылай. Енді мысалы I am singing. Мен өлең айтып жатырмын. You are reading. Сен оқып жатырсың. He is painting. Ол сурет салып жатыр. She is watching. Ол көріп жатыр. It is snowing. Қар жауып жатыр. We are coming. Біз келе жатырмыз. They are leaving. Олар кетіп бара жатыр деп құралады. Тағы да мысалдар. I am reading. Мен кітап оқып жатырмын. She is cooking. Ол тамақ пісіріп жатыр. They are playing football. Олар футбол ойнап жатыр. Ал енді біраз практика жасайық. Мен қазақша сөйлемді оқимын, сіздер ағылшыншаға аударасыздар. Сосын жауабын бірге тексереміз. Бірінші сөйлем. Мен кітап оқып жатырмын. Оқу деген етістік read болады, кітап деген сөз book болады. Сонымен сөйлем қалай құралады? Present continuous'та ing жалғанып құралады, етістікке. Келесі сөйлем. Ол тамақ пісіріп жатыр. Пісіру деген етістік ағылшыншада cook. Оған ing жалғап айтамыз. Сонымен сөйлем шығады. Үшінші сөйлем. Біз ағылшын үйреніп жатырмыз. Үйрену деген сөз ағылшыншада learn. Learn деген етістікке ing жалғап айтамыз. Келесі, төртінші сөйлем. Олар футбол ойнап жатыр. Ойнау деген етістік ағылшыншада play. Play деген етістікке ing жалғап сөйлем құраймыз. Ал енді жауабын тексерейік. Мен кітап оқып жатырмын. I am reading a book. Ол тамақ пісіріп жатыр. She is cooking. Біз ағылшын үйреніп жатырмыз. We are learning English. Олар футбол ойнап жатыр. They are playing football. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басыңыз және міндетті түрде каналға subscribe жасаңыз. Тіркеліп алыңыз, өйткені бұл каналда сіз ағылшын грамматикасын, speaking, vocabulary бәрін өте оңай үйренесіз.